Сәлем баршаларыңызға. Мен бүгін сіздерге 2-5 жас аралығындағы қыздарға фартук пен орамалын тігуді көрсететін боламын. Бізде фартук тігу үшін осындай 2 түсті мата керек. Егер сіздерде 1 түсті мата болып жатса да тіге беріңіздер. Мен тек екеуінде шамалы бір-біріне тең үйлесімді болу үшін 2 түсті мата алдым. Қайшы, етегіне нәзіктік беру мақсатында осындай шілтер және де жіп. Енді бізде өлшемдері. Өлшемін мынау 2 және 5 жас аралығындағы қыздарға арналған өлшем. Кеудесі 16 сантиметрде 28 сантиметр, белдігіне 1 метрде 4 сантиметр, одан 2 штук аласыздар, 2 деталь яғни. Мойын бауы бұл байланбайтын бау болғандықтан біз бұл жерде 6 сантиметрде 66 сантиметр алдық. Ал етегіне келетін болсақ, етегінің ені 30 сантиметр, ұзындығы 60 сантиметр болады. Егер баланың бойы ұзын болып жатса, етегіне өздеріңіз қосымша сантиметрлер қоссаңыздар болады. Міне мен бізге керек бөлшектердің барлығын қиып алдым. Негізгі бөлшектерді бір түстен таңдадым. Міне мынау кеуде, мынау етек. Ал қосымша керек белдік және мойын бауды екінші бір түстен бастадым. Енді біз бірінші бұл жерде кеудеден бастаймыз. Мына кеудеден алған өлшемді екіге бүктеп, мойынның лицевая беттерін, оң беттерін бір-біріне қойып, мына жерді лапканың бойымен тігеміз. Дәл осылай екінші жағын да екінші жанына қойып, лапканың бойымен ғана тігіп шығамыз. Лапканың бойымен тігіп алдым. Міне енді бұны теріс бетіне апарып, бүктеген жаңа өтектеп алдық қой. Соның бойымен мынаны кішкене ғана лапканың бойымен қайырып отырып, барлығын былайынан тігіп шығамыз. Бір-біріне қайырып, қазір мына жердің барлығын тігеміз. Мына жерде қанша қайырылып тұр, барлығын сол бойынша бір-біріне қайырып отырып тігетін боламыз. Міне біз деген мына қайырып алдым. Әр жерін егер сізге оңай болсын десеңіз, инемен қыстырып алсаңыз болады. Міне жиектеп отырып тігіп шығатын боламыз. Уже кеуде тұсы дайын болды. Қазір енді етегін жасайтын боламыз. Міне енді біз етек бөлімін тігеміз. Етек бөлімін тігу үшін ең бірінші біз 2 матаны бүктеп отырып, центрін тауып аламыз. Міне, дәл ортасы, оны белгі салып белгілеп қоямыз. Содан кейін мына біздің етектің 60 сантиметр, яғни ұзындығын азайтамыз. Ол үшін етектің жоғарғы жағынан әр жерін бүктеу арқылы гармошка жасап, 38-40 сантиметр көлеміне дейін азайтып алатын боламыз. Міне мен мына жерлердің барлығын араларын 5-5,5 сантиметр көлемінде алып гармошка жасап, оны инемен қыстырып алдым. Себебі бізге тігу оңай болады. Қазір енді осыны жиектеп қана тігіп шығамын. Мына біздің етектің жиектерін және жанын барлығын тек қана бүйтіп кішкене ғана қайырып, түзу тігіспен тігіп алатын боламыз. Міне біз тігіп алдық. Енді бізге осыған бауды орналастыру керек. Ол үшін бағанағы белгілеп алған дәл ортамыз, соған баудың да дәл ортасын тауып алып, дәл ортасын тауып алдым. Ручкамен белгілеп қойдым. Оң беттерін бір-біріне қаратып төбесіне қоямыз және дәл осылай екінші бауды да белгі жасап алдым. Осыны мына етектің астыңғы бетіне қоямыз. Үшеуін бірдей қылып, оң беті етектің астындағы теріс бетке қарап тұрады. Осы үшеуін осылай қойып, инемен қыстырып аламыз. Сосын осыны барлығын былайынан әдемі қойып отырып, қазір тігіп шығатын боламыз. Барлығын баудың ұшына дейін екі жағында тізіп аламыз. Міне ине қыстырған дәл ортасынан бастап екі жаққа қарай тігеміз. Бірінші бір жағын тігіп аламыз. Міне енді біз етекті біріктіріп отырып тігіп алдық. Осыны кері қарай қайырып отырып өтектеп алсаңыз болады. Және енді кеудесін біріктіріп қалдық. Ол үшін біз қазір мына екіге бүктеп, дәл ортасын тауып аламыз. Осыны біздің белдіктің алдыңғы бөлігіне дәл оның да ортасына қойып, инемен қыстырып, қазір осыны тігіп алатын боламыз. Инемен қыстырып, оны да лапканың бойымен алдыңғы бөлікке ғана қойдым. Артқы бөлік қалды. Дұрыс түсініп алыңыздар. Осыны қазір лапканың бойымен тек осы жерді тігіп шығамыз. Мына лапканың бойымен қойып, тек осы бір белдіктің бір ғана бөлігіне тігіп алатын боламыз. Міне біз деген етекке кеудені біріктіріп алдық. Міне белдіктің тек қана бір бөлігіне, алдыңғы бөлігіне тігіп алдық лапканың бойымен. Енді осыған артқы бойда, артқы бөліктегі
белдіктің екінші бөлігін 0,5 сантиметрде қайырып отырып бір-біріне қаратып тігіп аламыз. Және ана барлық белдіктің ұшына дейін солай ұштасып тігеміз. Барлығын бір-біріне қаратып 0,5 сантиметрде осылай бір-біріне қаратып барлығын тігіп шығамыз. Егер қиындық туғызады десеңіздер, инемен қысырып алсаңыздар болады. Міне біздің фартуғымыздың белі барлығы дайын болды. Тігіп алдық. Енді бізде тек етегіне тек қана кружева тігіп аламыз. Мындай үлкен қылып алмаңыздар. Әдемі көрінбейді. Мына жартысын ғана алып, жартысын бөліп алып, осы жартысын ғана тігіп шығаймыз. Міне біздің фартуғымыз дайын болды. Жиегінің барлығына өте нәзік етіп кружева тіктік. Мойнына кетіні, беліне байлайтын белдігі барлығы дайын. Енді біз бұған қосымша қасына косинка тігетін боламыз, басына тағу үшін. Ол үшін мен мына белдікке алған матадан жасайын деп отырмын, чтобы әдемі үйлесім болсын деп. Мен мына матаны екі қайырылып тұр. Осы матаны мен 80 сантиметрде, ұзын жері, басқа тағатын ұзын жері ол 80 сантиметр. Ал жаны 60 сантиметрдан етіп алдым. Және бұның жиегін тек қана жіңішке етіп, осылай отырып, қайырып тігіп шықсаңыздар болады. Міне біздің фартук және басымызға тағатын орамал дайын болды. Барлығын тігіп шықтық. Мынау арнайы дайын өлшеммен алынған мойынға арналған бауы. Ал сіздер егер бұл бауды алғанда басына сыймай қалады деп уайымдайтын болсаңыздар, онда былайынан тіксеңіздер болады. Ешқандай бауды бір-біріне қоспай, тек ұзын етіп осылай қалдырасыздар, және ең соңында әркім өзіне қалаған өлшемде байлап қоятын болады.